Ассалаумағалейкум достар, менің арнама қош келдіңіздер. Өткенде айтқандай, алдағы апта болатын Әліби Ідріс Оди Осборн жекпе-жегін бүгін талқылап көрейік. Егжей-тегжейін анықтайық. Жалпы бұл жекпе-жек қалай өрбиді, кім жеңіске жетуі мүмкін деген сияқты. Енді әдеттегідей біраз талқылап көрейік. Сол баяғы әдет бойынша ютубта бұны жақсы көреді. Жанкүйердің көрерменнің есіне сала отыру керек. Егер менің арнама жазылмаған болсаңыздар, менің шығармашылығым көңілден шығып жатса, онда қош келдіңіздер, жазыла отырыңыздар. Бұл өте маңызды дүние. Пікір жазу, лайк басу, бұны да YouTube жақсы көреді. Маған да ұнайды, бұл қанат бітіреді, былайша айтқанда шабыттандырады деген сияқты. Сондықтан менің арнама қош келдіңіздер. Ал біз бастаймыз. Жексенбі күні таңертең Хьюстон қаласында кезекті UFC Fight Night. Әліби Ідріс ресми UFC-де, кәдімгі UFC-дің толыққанды файтер ретінде алғаш жекпе-жегін өткізеді. Өйткені бұған дейінгі жекпе-жегі бұл таф финалы еді. Ол жерде қолғап, кішкене шорты басқаша болған, бірақ бұл жерде енді келісім шарт бойынша 4 жекпе-жектің алғашқысын өткізгелі отыр. Оди Осборн бізге өте жақсы таныс. Асыл Алмабаевқа қарсы жекпе-жекте ойсырай ұтылғаны бар. Енді қараңыздар. Бұл жерде сырт көзге мынау әшейін ғой дейтін адамдар болуы мүмкін. Өйткені Оди Осборнды біз асуға жекпе-жек арқылы білеміз. Жалпы соңғы жекпе-жектер жолы болмай жүр. UFC-де жеңістен жеңілісі көп. Және былай сырт көзге қарағанда бір мешоктау біреу болып көрінуі ықтимал. Мүмкін, және ондай адамдарды түсінемін. Бірақ біз кішкене тереңірек қазып, жекпе-жектерін қарап, статистиканы қарап, және ең басты стиль, өйткені style make fights деген жақсы мақал бар MMA әлемінде. Яғни жекпе-жектерді жасайтын, жеңетін стильдер деген өте жақсы бір түсінік бар. Және дәл осы жекпе-жекте мен style make fights деген сондай сөз тіркесін қолдана едім, сипаттама берер едім менің ойымша. Оди Осборн 13-19 жалпы UFC-де 5-7. 13-19 жалпы ММА-да, UFC-де 5-7. Жалпы сипаттай келетін болсақ, бұндай жігіттерді гейткипер дейді. ММА әлемде бұндай жігіттер сипаттайтын жақсы сондай сөз бар. Яғни бұл осындай бір UFC-ге енді келген, бәлкім болашағы бар ма, мына жігітті бағалап көрейікші, тексеріп көрейікші дегендерді тексеріп бере алатын. Яғни гейткипер тікелей ағылшын түрінен бұл кіреберісті қорғайтын адам, былайша айтқанда. Яғни сен топқа кіресің ба, UFC-ге кіресің ба, үздіктер қатарына кіресің ба, соны қорғап тұратын адам, қақпаны қорғап тұратын адам. Осборннан өтсең, шынымен де сенде бірдеңе бар екен, онда оппозицияны жоғарылатайық дегендей. Сол себепті бәлкім қалың жанкүйерге оңай болып көрінер. Бірақ бұл жерде стиль бар, және тереңірек қазып қарайтын болсақ, антропометриясы Оди Осборнның өте жақсы. Және екеуінің стилі үйлесімді. Мен жалпы былай ойлаймын, кішкене полярный нәрсе болады бұл жекпе-жекте, екі түрлі. Бір шеттен бір шетке лақтыру мүмкін. Не болмаса бір жаман бір іш пыстыратын жекпе-жек көреміз. Не болмаса турнирдің жалпы ең қызықты жекпе-жектерінің бірі болуы мүмкін да. Міне, бұны сәл кейінірек түсіндіре отырамын. Жалпы Осборн жайлы сөзімді жалғайтын болсам, бұл ең алдымен барлығымыз білеміз, күресі нашарлау, бірақ аяқта тұрып төбелесетін спортшы. Бұл бізде ең басты солақайлар біраз проблема тудыра алатын адамдар. Өйткені көбінесе енді солақайлар жалпы әлемде 7% адам ғана солақай екен. Бір жерде статистиканы оқыдым, сондай. Мен де солардың қатарынан айтпақшы. Және бұл бір қызығы аяқ болсын, қол болсын солақай. Яғни сол аяқпен де ұрады, сол қолмен де ұрады. Яғни ауыр соққы жасайтын қолдары, қолы, аяғы сол. Бұл біраз ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Антропометрия бар, сәл қол ұзын, сәл бой ұзын, сәл аяқ ұзын деген сияқты. Яғни кеңістік, қашықтықты қадағалау. Жалпы Осборн ол көбінесе контрпанчер ойнайды. Контрпанчердің рөлін ойнайды. Қарсыласты өзіне қарай шығарып алуға тырысады, октагонда айналып жүреді деген сияқты. Бұл жерде Әліби оңқай болғаннан кейін екеуінің позиция үшін текетіресі басталады. Яғни алдыңғы аяқ пен алдыңғы қолдың позициясы менің ойымша жекпе-жекке қатты әсер ететін дүние осы болуы керек. Яғни Әліби оңқай болып, сол аяғы, сол қолды сыртта тұрса, мынанікі оң қол, оң аяқ сыртта тұрады. Яғни
әрдайым айналып отыру. Бұл жалпы бокстың болсын, кикбоксингтің болсын басты қағидалардың бірі. Егер сен қарсыластың алдыңғы аяғының сыртына қадам басып отырсаң, онда сен соққы жаудыратын ұтымды позициядасың, біріншіден. Екіншіден, қарсыласыңа саған соққы дарту қиындай түседі. Сол позиция үшін көп күрес болады. Ары қарай жалғайтын болсақ, сол қол. Ең басты проблема, менің ойымша, бұл жерде сол қол болуы мүмкін, өйткені енді әр спортшының өзінің былайша айтқанда коронкасы болады. Ең жақсы жасайтын әдіс тәсілдері. Осборн бұл сол қолға жақсы шығарып алатын адам. Хук, кросс, мынандай қысқа тарс етіп салып келіп жіберетін, дер кезінде салып келіп жіберетін, яғни таймингті жақсы сезетін адам. Сол соққылармен нокдаун жасаған, техникалық нокауттар жасаған, яғни сол қолдан бастап құлатады, нокдаунды әрі қарай жалғастырады партерде. Бірақ ондайлар көп емес, бірақ негізінен тағы бір ерекшелігі, бұл жігіттің әрбір екінші жекпе-жегінде нокдаундар болады. Тіпті ұтылған жекпе-жектердің өздерінде де нокдаун жасаған. Жалпы ең жеңіл салмақ үшін нокдаундар процент өте жақсы. Қазір есіме түспей тұр, нақты сан қандай екен, бірақ пайыз өте жақсы екені есімде. Осындай дүние бар. Күрес аздау, тіпті жоқ деуге болатын шығар, бірақ соңғы жекпе-жектерде күресті де біраз қосқаны көрініп тұр. Әсіресе асуға қарсы жекпе-жекте оңбай ұтылғаннан кейін бәлкім жақсылап тұрып ойланған шығар, күресті біраз соңғы жекпе-жектер әйтеуір байқалады. Ұтылып жатса да әйтеуір күресті кішкене жақсылатқаны көрініп тұр. Жекпе-жек енді қалай өрбуі мүмкін? Әрине, мына жігіт бізде Осборн қашықтықты ұстауға тырысады, үйреншікті мәнерде тактикасын өзгертеді дегенге сенбеймін. Мықты жағы соққы жасау болғандықтан барынша кеңістік бермей, керісінше қарсыласына кеңістік беріп, өзі айналып жүріп, қашып жүріп, қашып тиіп, кейбір сәттер жұдырықтасуға тырысады, сол қолға алып шығуға тырысады деген сияқты, яғни ұпай жинауға тырысады. Менің ойымша не істейді Әліби? Енді бұлай араласқан жоқпын, тактикасын білмеймін, бірақ сырт көзде жатқан нәрсе күрес. Бұған дейін бірнеше, енді көбіне күресетін жігіттерден ұтылған, бұл факт. Күрестің кесірінен ұтылған. Сондықтан бұл жерде Америка ашудың қажеті жоқ. Ең сырттан жатқан нәрсе, ойбай, мынаны күресіп тастау керек қой. Және менің ойымша Әліби соған басады. Жалпы Әліби бізде стилі жағынан аралас болып келеді, соққы жасай алады, күресе алады, бірақ бұл жерде күрес компонентінде сәл басымдылық бар менің ойымша. Және Найзада да бір жекпе-жектерінде, мысалы, бразилиялық спортшыға қарсы 5 раунд бойы күрескен есімде, мысалы, титулды жекпе-жекте. Яғни қолдан келеді. Ұпай жинау үшін торға тіреу, тейкдаун жасау, гардтан белсенділік көрсету, 5 раунд жасай алған адам ондайды 3 раундта жасай алады деген ойдамын. Жалпы менің ең бір ықтимал ойлап отырған сценарийім бұл жекпе-жекте шамамен солай болады. Яғни құлатады, шынтақ, соққы салу, гардтан ұстау, не болмаса торға тіреп ұстау, жартылай бэкмаунттан ұстау, соққы жаудыру. Ең бастысы бұл жерде әрине Әлібиге қазір Paramount келді, тактика, жалпы не өзгеріп жатыр, саясат өзгеріп жатыр деген сияқты, UFC-дің бағдары өзгеріп жатыр. Соған қарамастан менің ойымша қазір ең бастысы жеңу, жеңіс жолына шығу, сосын біртіндеп шоу көрсетуді ойлай бастайды. Өйткені қазір UFC-дегі дебютті сәтті бастау маңызды. Егер де сондай бір таңғажайып нәрсе болып Оди Осборн күрестірмей қойса, тейкдаун жасатпай қойса, онда кейбір сәттерде аяқта тұрып соққы жасауды, жалпы соққы алмасуға бүйтіп мүйіз түйістіруге тура келеді. Ол бар. Қызықтың бәрі осы жерде басталады. Мен неге бірнеше минут бұрын айттым, не іш пыстыратын жекпе-жек болады, не болмаса шынымен де бір қанды жекпе-жек, турнирдің ең қызықты айқастарының бірі болуы мүмкін. Себебі осы, не Әліби күреске салып қойса, онда күресте мыжғылап бітіреді 3 раунд бойы. Ал егер күреске тосқауыл бола алған жағдайда Оди Осборн, қызықтың бәрі осы жерде басталады. Өйткені екеуі де негізінен соққы жасауды біледі. Ұпай үшін де
мерзімнен бұрын жеңіске жету үшін де. Бұл біз Оди Осборнды сипаттаған кезде айтып кеттік. Бұл ең алдымен сол қолға қарсы бұл енді классикалық солақай, контрпанчер классикалық солақай, әсіресе қарсылас оңай болған кезде сол аяқтың сол қолдың астына өзі келіп тұрады. Әлібидің арсеналында не бар? Әліби кейбір сәттерде аяқты жақсы қолданады. Әсіресе аяқтың астына Осборнды өзі алып баруы мүмкін, мысалы оң аяқтың астына қарай өзі міне мына қолды мына қапталдан айналып өтем деген кезде айналып тебуі мүмкін. Ондай енді арсеналын білеміз. Найзада біраз жекпе-жектерін жүргізгем, тікелей эфирде өз көзіммен көргем деген сияқты, сондықтан деуге болады. Сосын мынадай маңызды нәрсе, тізе. Әлібидің арсеналында тағы бір қатты бағаланбайтын нәрсе, менің ойымша, тізе. Көп қолдана қоймайды, бірақ ол тізені жоқ жерден алып шыға алады Әліби. Міне осы маңызды нәрсе. Әй-шәй жоқ сала бермейді, бірақ тізені қай сәтте қолдану керек екенін біледі. Яғни тайминг бар деген сөз. Дәл осы тіземен соққыға келген кезде, әсіресе қарсылас өзіне қарай жүріп қалған кезде жақсы қолдану. Джохар Ескеевке қарсы жекпе-жекті қарап шығыңыздар. Небәрі 1 раундқа созылған, бұл найзада болған. Сосын Тафтағы Роберт Эчеверияға қарсы жекпе-жекті қарап шығыңыздар. Ол жерде тізе жақсы қолданған, сол нені меңзеп тұрғанын сол жерден түсінесіздер. Сайып келгенде мен осындай бір нұсқаға жүгінемін. Менің ойымша тәуекелдің қажеті жоқ. Жеңістің кілті белгілі, не істеу керек екені белгілі. Ең бір тәуекелсіз жеңіске жетудің жолы дейікші. Жеңіске жетудің ең тәуекелсіз жолы бұл күрес. Сондықтан күреске салады. Менің күтетім сол, және біз 3 раундтық жекпе-жек көруіміз ықтимал. Егер менен ал жекпе-жек мерзімнен бұрын аяқталса, қандай тәсілмен аяқталады, қандай жолмен аяқталады деп сұрақ қойса, онда мен сабмишнге, яғни қылқындыру ауырту әдісіне өте аз пайыз қояр едім. Бұл не болмаса ground and pound, партерде соққы жаудыру, не болмаса нокдауннан кейін барып жалғастыру. Яғни екі түрлі ground and pound бар ғой. Бірі нокдауннан кейін соққы жаудыру, бірі тейкдаун жасап, құлатып, мыжғылап, позиция алып, барып, қан жосайтып, жермен жексен қылу қарсыласты. Менің ойымша ең бір ықтимал вариант нұсқа бұл мерзімнен төрешілердің шешімі 3 раундтың бір 15 минуттың бір 10-11 минуты сол күреске арналатын болу керек. Енді ең үстінде жатқан нұсқа болғандықтан әрине соны таңдайды. Оди Осборн күрестен қорғанып, өзінен ыңғайлы қашықтықты ұстап, тиіп қашып жүре алатын болса, онда төрешілердің шешімімен алып шығуы мүмкін. Бұл жерде сосын жалпы UFC-дің қазір соңғы кездегі саясаты, Paramount-тың келуі жекпе-жектерге де қатты әсер етіп жатқанын білесіздер. Күреске жатып алғандарға кейде жеңісті бермей қояды. Бұны да есте сақтап отыру керек. Сондықтан менің ойымша тіпті бұндай ұсақ-түйек нәрселерді ойға түйіп сақтап отыру керек. Бұл қатты әсер ете қоймайды, бірақ соңғы тенденцияларды ескере отыратын болсақ, тым күреске жатып алудың да қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Енді күрес болғанда, ground and pound болған кезде тым кем дегенде бір белсенді болу керек. Сен өзіңнің бір зақым келтіруге, мерзімнен бұрын жеңіске жетуге деген бір ынтаңды көрсетуің керексің. Сол кезде төрешілерде сұрақ болуы мүмкін. Әйтпесе UFC-де біз білеміз, соңғы кездер болды ондай бірнеше прецедент. 3 раунд бойы мыжғылап қарсыласты ұстап алған адамға жеңісті бермей қойған. Яғни сен көп күрестің, күрес қатты бағаланбайды, зақым етуге ұмтылған жоқсың деген сияқты, шоу көрсетуге ұмтылған жоқсың. Осындай факторды әсер етуі мүмкін, төрешілер бұрмалап жіберуі мүмкін деген нұсқаны да мен ойда ұстап отырмын. Қорытынды осы, 3 раундтың қорытындысы бойынша оңай болмайды әрине, бірақ төрешілердің шешімі Әлібидің жағында болады деген ойдамын. Бұл өте бір жақсы тексеріс. UFC-ге әсіресе кірер кезде стилі жағынан ыңғайлы әрі түсінікті қарсылас, және ыңғайлы бұл міндетті түрде соны жүзеге асырады деген сөз емес әрине. Бірақ сенің қолыңда белгілі бір инструмент, арсенал бар деген сөз. Сол тактика, стратегияны жүзеге асыруға. Сіздер де жаза отырыңыздар өз ойларыңызды. Дәл осы видеоның астында сілтеме қалдырам. Менің телеграм арнама, инстаграм арнама қош келдіңіздер. Әсіресе менің телеграмыма шақырам. Ол жерде байланысқа жиірек шығып тұрам. Шұғыл түрде кейбір жаңалықтарға реакция беріп тұрам деген сияқты.
Сондықтан комментарийге қош келдіңіздер, лүпілдетіңіздер, жан жаққа таратыңыздар, жекпе-жек әлеміне қызығатын жақындарыңыз болса, ал мен сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Қош сау болыңыздар.